Қайырлы күн, сіздермен Аленушка. Пах шіркін, тәбетіңізді ашып жібердім бе? Олай болса, осы тағамды кешке жасап көріңіз. Міндетті түрде сізге ұнайды деген үміттемін. Жасалу жолы өте оңай, дәмді тағамдардан бірі. Олай болса, менің видеома қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз, достар. Ал кеттік. Алдымен өзімізге қажетті ұнды алып, суымызға тұзымызды салып, бір жұмыртқамызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Біздің қамырымыз дайын, иі қанғанша бетін орап алып қоятын боламыз. Алдын ала қойдың етін ірі етіп турап алдым. Бізге қажетті көкөністер сәбіз, қызанақ, қызылбұрыш, пияз, сарымсақ, капуста, картоп. Барлығын турап алатын боламыз. Барлығын турап дайындап алдық. Енді кезек-кезегімен қуырып алатын боламыз. Бірінші етімізді қуырып аламыз. Сарымсағымызды саламыз. Пияз, сәбізімізді салып араластыратын боламыз. Араластыра отырып, тұзымызды, қара бұрышымызды, өзімізге ұнайтын дәмдеушімізді салатын боламыз. Қалған көкөністерімізді салып, астын жай отқа қойып, бетін жауып қоятын боламыз. Қамырдың қайта иін қандырып, илеп қойған болатығымын. Иі қанды, енді жұқа етіп жаятын боламыз. Sound.com. Біздің қамырымыз жұқа етіп жайылды. Енді сары майымызды ерітіп, барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Егер сары май болмаған жағдайда, сұйық майды қолдануға кеңес беремін, өте дәмді болады. Енді екі қолымызбен осы тәсілмен қамырымызды жұқа етіп созатын боламыз. Сонда біздің қамырымыз өте нәзік, жұқа болып, әдемі болып пісетін болады.
bensound.com. Біздің қуырдағымыз енді қайнап жатыр. Енді үстіне біз қамырымызды қойып, үстіне біздің капустамызды бір келкі етіп төсеп, буына пісіріп алатын боламыз. bensound.com. Астын жай отқа қойып 20 минут көкөністеріміз бен қамырымызды пісіріп алатын боламыз. bensound.com. bensound.com. Біздің қуырдағымыз дайын, иісін айтсаңыздаршы, өте дәмді. Енді біз табамызға әсемдеп салатын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.